Сәлем, мен сізге бүгін творожный пирогтың өте оңай және де дәмді түрін қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге қамырды дайындап алу керек. Ол үшін електен өткізілген ұнға разрыхлительді қосамыз. Барлығы қанша грамм екен міндетті түрде описание қалдыратын боламын. Үстіне тоңазытқыштан қазір ғана шыққан сары майды осылай електен өткізіп, екеуін бірге әдемілеп крошка жасайтын боламыз. Енді крошка жасап болғаннан кейін бөлек ыдысқа жұмыртқаны және де шекерді бір-бірін жақсылап араластырамыз да, осы сұйық масса мен қою массаны араластырып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр баста кішкене бірікпеуі мүмкін, ондадан қорықпаңыз. Қолдың температурасымен кішкене сарымай еріп, осылай әдемі қамыр дайын болады. Біз қамырдың бетін жауып, морозилке қойып қоямыз. Қамыр тоңазытқышта көп тұрудың қажеті жоқ, тек қана начинканы жасап алғанша ғана тұрса болды. Начинкасына қажетті заттың барлығын описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Сол жердегі заттың барлығын біркелкі араластырып, блендерлеп алсаңыз болды, начинка дайын. Менде блендер жоқ болғандықтан, бірінші творог іртік-іртік болмас үшін осылай үкіштен өткізіп алдым, қыздар. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар болады, егер де блендерларыңыз жоқ болса. Сол майдаланған творогтың үстіне шекерді, жұмыртқаны және де қаймақты қосып, біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Міне біздің қамырымызда, начинкамызда дайын. Қамырды 4-3 етіп жаймыз. Егер де қаласаңыздар домалақ етіп жайсаңыздар болады. Осылай формаға келтіріп алып кесеміз, тура болу үшін. Осылай формаға салып алдық, жан-жағына әдемілеп бортиктер жасап аламыз, қыздар. Ол бортиктер жасаған кезде әр жері әртүрлі болып қалмасын. Осылай дайындап алғаннан кейін міндетті түрде астыңғы жағын вилкамен тесіп шығамыз, ісіп кетпес үшін қамыр. Дайын болған тестаның үстіне начинканы біркелкі етіп жағып шығамыз да, ортасына кез келген жеміс жидекті немесе вареньені сәндік үшін қойсаңыздар болады. Мен клубниканың вареньесін қойдым. Дәл осы тестаны 170 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз, әркімнің печкасына қарай, қыздар. Өте дәмді песочный шығады, қыздар. Жасап көріңіздер. Менің арнамда бұдан да керемет рецепттер көп болады, сондықтан арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар да, осы видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.